Баршаға сәлем, сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат. Күн сайын жаңалықтан күйеу әйелін ұрып соқты. Мектеп оқушысы зорланды. Оның ішінде қыз да, ұл да бар. Ессіз шалдар немересімен жасы қыздарға ақша ұсынып жүр дегенді естиміз. Аталған әрекеттер ешбір ақтауға келмейді. Балаларға, жас қыздарға, әйелдерге қатысты қысымның деңгейі жоғары екенін, әрі мәселе тек заңды қатаңдатумен шешілмейтінін ескеру керек. Зорлық-зомбылық фактілерін азайтуға бола ма, жоқ әлде бұл біздің қоғам үшін емделмейтін, шешімі жоқ мәселе ме? Қарастырып көрейік. Басталмас бұрын арнаға жазылып, қоңырауға басуларыңызды сұраймын. Кеттік. Үнемі әйелдің өзі кінәлі. Тұрмыстық зорлықтан көз жұмса, демек күйеуін тыңдамаған. Көшеде бейтаныс біреу зорлап кетсе, ашық-шашық жүріп, соған итермелеген өзі деп шығады. Бізде мәселе еркектің психологиялық, рухани ауытқуын емдеу арқылы емес, әйелдердің адами құқықтарына шектеу қою арқылы шешіліп жатады. Келінді қызметкерінді орында, ата-ененің жұбайының қабағына қара, ашық-шашық киінбе, көпшілікте көп сөйлеме, қатты күлме, басқалармен қалжындаспа, тағысын тағы. Шалдар мүлдем азғырды. Немересімен жас қыздарға неше түрлі ұсыныстар айтып жүр. Қазір әлеуметтік желінің арқасына әр жағдайды естіп біліп жатырмыз. Қыздарға қырындауын қоймай неше түрлі сөздер айтады. Қыздар шынымен де жұмыста болсын, басқа мекемелерде, тіпті қоғамдық орындарда ар намысына қол сұғу әрекеттеріне жиі тап болады. Қыздың еркінсіз тиісу заң аясында қатаң жазаланбағандықтан еркектерге бәрі де рұқсат етілгендей көрінеді. Тіпті қоғамдық көліктерде адам көптігін пайдаланып, жабысып, қолымен, денесімен байқаусызда тиіп қалғанда әрекет ететіндер көбейді. Ешбір жаза болмайтынын біліп, ойларына келгенін істейді. Жақында әлеуметтік желіде Алматы барында орын алған жағдай жарияланды. Ол жерде жігіттер масайып қалған қыздарды көлікке салып алып, белгісіз бағытта алып кетті. Ондай жағдай жиі қайталанып жүр. Куәгерлердің айтуынша, барлардан үнемі ес жия алмайтындай деңгейде масайған қыздар шығады. Жігіттер қыздардың сусындарына химиялық заттар араластырып, есінен адастырып алып кетеді. Есін жиюға үлгермеген қыздар араша түскендердің полиция қызметкерлерінің сөзіне мән беруге де шамасы келмей, артынан құрбанға айналады. Өткен аптада Алматыда көлік жүргізушісі қызды зорлықтан құтқарып қалған. Ол видеоның астына қалдырылған комментарийлерді оқысан, сауаттылық қандай деңгейде екенін көресің. Ішкен, өзі қыдырған деп сөгіп жатыр. Ішкен болмаса ашық киінген, олай болмаса өзінің таңдаған ортасы. Түнде дұрыс қыз көшеде жүре ме? Олай болмаса өзі қырындаған ғой деп әйтеуір қызды қаралау үшін бір болмаса екінші сылтау табады. Бастысы зорлау әрекеті. Құрбан қандай күйде болса да бұл қылмысты ақтамайды. Осы жиіркенішті әрекеттер бүгінде қыздардың лифт, такси, жұмыс кабинеті, басқа да орындарда ер адаммен жеке қалуына қорқыныш ұялатты. Алымсақтық көрсету, зорлық-зомбылық, қоқан-лоқы, осылардан қыздар, әйелдер қауымы арылатын күн тек қатаң заңдар орнағанда, қоғам мәселесі кешенді түрде шешілгенде ғана туады. Жетісу облысының Шолақай ауылында айуандықпен өлтірілген қыздың мәйіті табылды. 21 шілдеде 15 жасар қыз жоғалып кеткен еді. Күдікті болып табылған 38 жасар ауылдың тұрғыны кінәсін мойындап, бүгінде абақтыға қамалды. Тергеушілердің айтуынша, қылмыскер алдымен қызды зорлап, артынан қылмыстың ізін жасыру үшін бірнеше рет пышақ жарақатын салып, денесін өртеп жіберген. Ол оған дейін бір емес, екі рет зорлау әрекетіне барған. Мерзімінен бұрын босатылған қылмыскер. Зорланған қазақтың қызы, ал қылмыскер ұйғыр. Билік ұлтаралық қақтығыс туындайды деп алаңдап, ол жерге әскери күшті жұмылдырды. Бұл біздің халықтың бейнесін толық ашатын әрекет. Демек, қазақтың қызын қазақ зорласа, бізде киік татуласайық сынды бағдарламаларда екі тарапты некеге итермелеп, мәселені жауып тастауға әрекет етеді. Мен екі мәселенің бірде екенін айтпаймын. Әрине, бұл жерде кәмелетке толмаған қыз, ал шоуда болған жағдайдың шын мәні сол күйі анықталмады. Бірақ бұған дейін де қаншама қазақтың қызын қазақ зорлағанда халықтың реакциясы бұндай болмады. Бұл сонда өзінің ұлтжанды болып көрсететіндердің екіжүзділігі ме? Ұлтжандылықты адами құндылықтардан жоғары қоюға болмайды. Зорлауға қатысты заң 2020 жылда өзгерді. Енді зорлау фактісі үшін 5 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айырады. Кәмелетке толмағанды зорлаған үшін 12 жылдан 17 жылға дейін. Ал егер артынан өлім орын алса, 17 жылдан 20 жылға дейін. Сәби болса 20 жылдан өмір бойына дейін бас бостандығынан айырады. Қызметтік міндеттерін орындау кезінде орын алған зорлау фактісі 9 жылдан 12 жылға дейін белгіленді. Бұрын бұл тармақ заңда болмаған еді. Жақсы, жылдар қосылды делік, бірақ бұл ешкімді тоқтатып жатқан жоқ. Жаза қатаң болғанымен қылмыс азаймады. Бұл жерде статистиканы берген жөн болар. Салыстыру үшін кәмелетке толмағанды зорлау фактісі бойынша тіркелген жағдайлар санын қарап шығайық. 2017 жылы 146 жағдай, 2018 жылы 132, 2019 жылы 85, ал 2020 жылда заң қатаңдатылғанымен 402, 2021 жылда 319 факт тіркелген. Талдау жұмыстарының көрсеткіші бойынша қылмыс кемімей артып жатқанында ата-ана тарапынан қажетті бақылаудың болмауы негізгі себеп. Оған қоса эксперттердің айтуынша жылдар қосылып, тіпті өмір бойы бас бостандығынан айырылу қылмыскерді тоқтатпайды. Сол себепті бұндай қылмыспен күресу кешенді шешілуі керек. Яғни бұл жерде тұрмыстық зорлық-зомбылық заңының рөлі басым. Себебі талдау нәтижелеріне сүйенсек, кәмелетке толмағанды зорлау фактілерінің жартысынан көбі жақын адамдарымен жасалған.
Әрі зорлаудың алдын алу үшін балаға, жас қыздарға, әйелдерге бұндай әрекет туындаған кезде өзін қорғау дағдыларын үйрету қажет. Балаларға, жасөспірімдерге жыныстық білім алуда, жалпы өз денесін танып, табиғатын түсінуде TikTok, Instagram трендтер теріс әсерін тигізіп жатыр дейміз. Бұндай тұжырым жасауға келесі видеолар себеп болған шығар. Бұл бәрі әлеуметтік желінің кесірі дерміз, бірақ түпкі ықпал ол емес. Жасөспірімдермен өз денесін, өз табиғатын тану бойынша жұмыстар жүргізілу керек. Ойбай айтуға болмайды деп артынан TikTok-тың кесірінен бәрі ЛГБТ, қыздардың көбі жыныстық қатынасқа ерте түсіп, артынан бала тастайтындар көбейді деп налимыз. Ал себебі неде екенін қарастырмай жатамыз. Қанша жерден әлеуметтік желілерде, батыстың киносында пропаганда жүріп жатса да, қажетті тәрбие мен білім алған бала оған еліктемейді. Санасы бар бала, өз ішкі дүниесін ести білген бала, өз құқықтарын білетін бала, өз жолын сыртқа ықпалсыз таңдай алады. Сол себепті ата-ананың баламен сөйлесіп, дүние танымын, көзқарасын ерте қалыптастырғаны жөн. Талқыланған тақырып бойынша ойыңызды видео астына қалдырып кетіңіз. WhatsApp, Instagram желілері арқылы таратсаңыздар да болады. Қолдауларыңызға алдын ала алғыс білдіремін. Келесі кездескенше.